Бір күні түлкі жортақтап тамақ іздеп келе жатса, биік ағаштың басында отырған тауықты көреді. Тауықты алдап, қақпанына түсірмек болған оймен түлкі былай депті: «Тауығым-ау, биікте неғып отырсың? Кел, жерге түс. Бірге намаз оқып, ойнап күлейік. Тілімді ал», депті. Ал тауық болса, оған: «Рас айтасың, түлкім. Бесін намазының уақыты болып қалыпты. Анау жерде имам ұйықтап жатыр. Барып оята ғой», дейді. Түлкі болса, қуанып кетіп, ағашта отырған тауықты жей алмасам да, жердегі тауықты жеймін ғой деп, айтқан жерге жүгіре жөнеледі. Жүгіріп барса, бір тазы ұйықтап жатыр екен. Ол көзін аша салып, қасында тұрған түлкіні көреді де, қуа жөнеледі. Тазы оны қуып жетіп, алқымынан алады. Иә, біреуге ор қазба, өзің түсесің деген осы.